Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге 6-шы сынып Атамұра баспасы 3-ші бөлім әлемнің 7 кереметі бөлімін бастаймыз. Екінші сабақ әлемдік мәдени мұралар тақырыбын бастаймыз. Барлық тапсырмалар үй тапсырмасы жауаптармен беріледі. Кеттік 5-ші тапсырма. Мәтін мәзмұны бойынша өз ойыңмен бөліс. Бағанағы мәтінде осы бойынша өз ойыңды бөлісу керек. Жауабы: әлемнің 7 кереметі бар екенін бұрыннан білемін, яғни плюс минус 7 мүсіннің де көлемдері соншалықты үлкен болғаны білгеніме қайшы келді. Және түсініксіз қосымша мәлімет алғым келеді. Галикарнас кесенесі туралы қосымша ақпарат алғым келеді, себебі түсініксіз. 6-шы тапсырма. Оқылым мәтіннен бірге бөлек дефис арқылы жазылатын сөздерді теріп жаз, қойылу себебін түсіндір. Мәтін бойынша бірге жазылатын сөздер мұнда: қолөнерші, бағдаршырақ, адамзат. Бөлек жазылатын сөздер: сәулет өнері, көне дәуірде, біздің дәуірімізде. Дефис арқылы жазылатын сөздер: күл талқаны, шексіз, шетсіз, талай-талай, 40-45 метрлік. Түсінгендеріңізде бұл мұна мәтіннен алынады. Келесі сөзде мәтін бойынша сәйкестендір. Галикарнас кесене, жауабы Зевс. Мүсін, В. Күн құдайы, Гелиос, яғни Б. Хеопс, Мысыр. 8-ші тапсырма. Суреттегі 7 кереметті салыну кезеңдерін ғаламтор мен энциклопедиядан тауып сызбаға түсіріп жаз. Біріншісі Родос алабы, екіншісі Александрия шамшырағы, үшіншісі Мавсыл патшаның табытханасы, 4-ші Бабылдың аспалы бағы, 5-ші Артемида ғимараты, 6-шы Зевстің мүсіні, 7-шісі Мысыр пирамидалары. 9-шы әлемнің 7 кереметінің біріне саяхат жаса. Шағын мәтін жаз, мәтіндегі емле заңдылығы туралы пағарталасымен пікірлес. Әлемнің 7 кереметінің бірінен Галикарнас табытханасын алдық. Сіздерге дәл соны алу міндетті емес, жалпы үлгі ретінде беріліп отыр. Әлемнің 5-ші кереметі Кари жерін басқарған Ахмениттер әулетінің ұрпағы Мавсыл патша салдырған биік ғимарат. Бір жағы қорым, екінші жағы табынатын жер, ескерткіш болған. Мұны сәулет өнеріне зиггурат ғимараты дейді. Көне Месопотамия мен Элам жерінде салынған көп кешенді ғимарат түрі. Бұл мавзолей жер сілкінісі кезінде қирап, қазір үйіндісі қалған. Түркияның Бодрум қаласында жақын жерде орналасқан. 10-шы. Әлемнің 7 кереметінің үлгісін жасасаң, сен оның еліміздің қай мекеніне орналастырар едің? Жауабын 4 сөйлем арқылы жаз. Мен 7 кереметті Астана қаласында орналастырар едім, себебі ол қалада әдемі ғимараттар өте көп. 7 кереметті көруге келген адамдар одан сайын елімізге ғашық болып, санасында мәңгі сақталатын болады. Сол үшін 7 керемет Астанада болуға әбден лайықты. 11-ші тапсырма. Сабақталған әсеріңді ойыңды төмендегі кестеге сәйкес жаз. Білемін, мен әлемнің 7 кереметін білемін, білмеймін, олар жайлы қызықты фактілерді білмеймін. Мен үшін жаңа ақпарат, мен үшін олардың тарихы жаңа ақпарат болды. Мені таң қалдырды, мені олардың әдемілігі таң қалдырды. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бұл бізді одан сайын жұмыс жасауға, үй жұмысын салуға шабыттандыратын болады.